Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін 14 мамыр, 14 мая. Аптаның 4-ші күні, 4-й день недели, бейсенбі, четверг. Сабағымыздың тақырыбы мамандықтар, дәрігерде. Мамандықтар, профессий. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Повторяем за мной. Дәрігер, дәрігер. Аспаз, аспаз. Суретші, суретші. Мұғалім, мұғалім. Дәрігерде, дәрігерде. Ауырады, ауырады. Тіс, тіс. Теперь, ребята, пишем новые слова. Дәрігер, врач. Аспаз, повар. Суретші, художник. Мұғалім, учитель. Дәрігерде, у врача. Ауырады, болит. Тіс, зуб. Тыңда, қайтала. Слушай, повторяй. Дәрігер, аспаз, суретші, мұғалім. Бұл кім? Бұл дәрігер. Очень жақсы, балалар. Давайте теперь вместе прочитаем. Дәрігер емдейді. Дәрігер емдейді. Врач лечит. Мұғалім оқытады. Мұғалім оқытады. Учитель учит. Суретші сурет салады. Суретші сурет салады. Художник рисует. Аспаз тамақ пісіреді. Аспаз тамақ пісіреді. Повар готовит еду. Очень жақсы, балалар. Теперь слушаем данный диалог. Сенің тісің ауыра ма? Менің тісім ауырады. Менің тісім ауырмайды. Теперь, ребята, повторяем. Сенің тісің ауыра ма? У тебя болит зуб? Менің тісім ауырмайды. У меня не болит зуб. Менің тісім ауырмайды. Менің тісім ауырады. У меня болит зуб. Өте жақсы, балалар. Енді есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Когда задается вопрос, сенің тісің ауыра ма? У тебя болит зуб? Я ауырады. Галочка. Сенің тісің ауыра ма? Жоқ, ауырмайды. Енді дәптерімізді ашамыз. Бірінші тапсырманы орындаймыз. Дәрігер, мұғалім, суретші, аспаз. Пишем. Екінші тапсырма. Оқы, сәйкестендір. Прочитай и соедини. Например, это кто? Врач, дәрігер. Дәрігер что делает? Дәрігер емдейді. Соедини их. Емдейді. Соединяем его. Келесі. Бұл кім?
Суретші. Суретші что делает? Дальше вы сами. Үшінші тапсырма. Тыңда, жаз. Слушай и пиши. Мынау кім? Бұл суретші. Ол не істейді? Ол сурет салады. Енді балалар, келесі бірінші тапсырманы орындаймыз. Открыли следующую страницу. Жазамыз тіс, менің тісім ауырады. Тіс, зуб, менің тісім мой зуб. Екінші тапсырма сәйкестендір. Соедини. Менің тісім ауырады. Тісім, менің тісім мой зуб. Соединяем. Менің қолым ауырады. Давайте вспомним, ребята, қолым, қол. Правильно, рука. Соединяем. Дальше вы сами. Үшінші тапсырма. Тыңда, толықтырып жаз. Слушай и заполняй пробелы. Менің қолым ауырмайды. Ауырмайды. Менің тісім ауырады. Ауырады. Менің аяғым ауырмайды. Ауырмайды. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Отвечай на вопрос. Сенің тісің ауыра ма? Неге тапсырма? Видеороликтегі тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.